Ерте заманда бір өте бай, әрі қуатты патша өмір сүріпті. Оның байлығы, жиған алтын күмісінің көптігі сонша, ешбір патшаның түсіне кірмеген екен. Патша өзінің ханымымен тату-тәтті өмір сүріпті. Тек өздерінен туылған балалары болмағанына кейде өкініш білдіріп, бала асырап алсақ па деп армандайды. Bir күні өздерінің досы көрші елдің патшасы қайтыс болады. Кішкентай қызы жетім қалады. Патша мен ханым жетім қалған қызды өз сарайларына алып келіп асырап алады. Кішкентай қыз күн сайын гүлдей жайнап өсіп, айдай сұлу ару болып бой жетеді. Өздерінен туылмаса да, асырап баққан қыздарының мұндай көрікті ару болып өскеніне патша мен ханым қатты қуанады. Күндердің күнінде ханым ауыр науқасқа ұшырайды. Патша күннен күнге халі нашарлап бара жатқан әйелінің жанында болады. Ауруынан жазылмайтын білген ханым патшаға әлсіз дауысымен былай дейді: менің ажалым таяды. Өмірден өтер алдында сенен бір нәрсені өтініп тапсырайын. Мен өлген соң алатын әйелің менен де сұлу әрі ақылды болатын болсын. Патша бұл сөзді естіп қатты мұңаяды да әйеліне уәде береді. Әйелі көп кешікпей қайтыс болады. Ханымды жерлеген соң патша құсаланып, ештеңеге зауқы соқпай жата-жата қартайып кетеді. Қайғыдан езіліп жатқан патшаға уәзірлері келіп, бұлай қайғыра берудің мәнісі жоқтығын айтады. Солай патшаға қайта үйленуге кеңес береді. Патша оларды тыңдағысы да келмейді. Алайда уәзірлері маза бермеген соң, патша оларға бұлай дейді: мен марқұм әйеліме өзінен әдемі де ақылды әйел болғанда ғана үйленемін деп уәде берген едім. Бірақ өмірде ондай жанды кездестіре алмадым. Сондықтан мен үйленбеймін. Уәзірлері патшаның беті сәл бері қарағанын пайдаланып, оған небір сұлулардың суретін әкеле бастайды. Бірі болмаса бірі патшаға ұнап қалама деген ойлары іске аспайды. Ақыры бір күні бас уәзір патшаға бұлай деп айтуға мәжбүр болады: мәртебелі тақсыр, сіздің тәрбиеңіздегі ханшайым сондай сұлу әрі ақылды. Сізге әйел болатын содан артық әйел таппаймыз. Оның көркі де марқұм ханымнан еш кем емес. Патша бұл сөзге ұзақ ойланады. Ақыры жас ханшайымға үйленуге келісіп, оған өзіне әйел болуға ұсыныс жасайды. Сарайдағылардың барлығы бұл шешімді құптайды. Тек бойжеткен кәрі патшаға тұрмысқа шығуына қаламайды. Патша болса бұны тыңдағысы да келмей, тезірек үйленуге бұйрық береді. Жас сұлу не амал жасарын білмей қиналады. Солай отырғанда өзінің сиқыршы апасы Сирен есіне түсіп, содан ақыл сұрамақ болады. Сол күні ақ қошқарға жеккен алтын арбамен апасына аттанады. Сиқыршы ханшайымды мұқият тыңдайды. Қымбаттым, келісіміңді бер, түбі жаман болмайсың. Ең алдымен патшадан аспан түстес көк көйлек әперуін сұра. Бірақ ондай көйлекті саған тауып бере алмайды. Ханшайым сиқыршыға алғысын айтып сарайға оралады. Таңертең ханшайым патшаға өзіне аспан түстес көк көйлекті бермесе тұрмысқа шықпайтынын айтады. Патша елдегі ең үздік шеберлерді жинап алып, оларға айтылған көйлекті тігуге бұйрық береді. Егер де тіккен көйлектерің ханшайымға ұнамаса, барлығыңды дарға самын дейді. Келесі күні шеберлер алтын сары бұлттар бейнеленген көгілдір аспан түсті көйлекті дайындап алып келеді. Көйлекті қолына алған ханшайым қуанудың орнына қорқып кетеді.
Ол сиқыршыға тағы да аттанып, енді не істеу керектігін сұрайды. Сиқыршы қобалжыған сыңай танытып отырып, патшадан енді сүттей аппақ көйлек сұрауға кеңес береді. Патша ханшайымның айтқанынан еш бас тартпайды. Ол тағы да шеберлерді жинап алып, ертеңге дейін көйлектің дайын болуын бұйырады. Бұйрық орындалады. Бұл әсем көйлекті көргенде қыз бұрынғыдан да бетер қайғыра түседі. Сиқыршы Сирен ханшайымның екінші жолы да қиналып отырғанын сезіп, оның жанынан табылады. Міне патша сенің бұйрығыңды екі жолы да орындап отыр. Енді тағы да бір рет тапсырма беріп көрейік. Бұл жолы да қолдарынан келе қоймас. Дәл күндей жарқырап тұратын көйлек тіктіртіп берсін. Қалай болғанда да біз уақыт ұтарымыз анық. Ханшайым бұл тапсырмамен келіседі де, патшадан дәл осындай көйлек тіктіруді талап етеді. Патша қалай болғанда да көйлек күндей жарқырап тұратын болсын. Қосып тігіңдер. Өзінің тәжісіндегі асыл тастарын жұлып алып тігіншілерге береді. Көйлекті ертеңіне тігіп әкелгенде бәрінің көзі шағылысып қарай алмай қалады. Көйлек расында да керемет күндей жарқырап тұр еді. Тек ханшайым ғана қуанбайды. Ол жарықтан көзім ауырып кетті деп өз бөлмесіне барып жатып алып, еңіреп жылайды. Өзінің ақыл айласының жүзеге аспағанына сиқыршы Сирен де қатты қапалы еді. Ендеше балақай, дейді ол ханшайымға, патшадан өзінің сүйікті есегінің терісін әкеп беруін талап ет. Олай жасамайтыны анық. Айта кету керек. Терісін әкеп бер деп жатқан есек жай ғана есек емес. Таң сайын оның жатқан жеріндегі сабан мен көңі алтын мен күміске толып қалатын болғандықтан патша оны сақтап бағатын еді. Ханшайым іштей қатты қуанады. Ол патшаның есекті өлтірмейтініне сенімі зор еді. Көтеріңкі көңіл күймен патшаға жеткен ол есектің терісін талап етеді. Патша ханшайымның мұндай оғаш талабына таң қалады. Дегенмен кешке қарай қызметшілер патшаға есектің терісін алып келеді. Қыз онымен не істейтінін білмейтін еді. Осы кезде сиқыршы пайда болып, ханшайымға былай деп ақыл береді. Есектің терісін жамыл да бұл қамалдан шығып кет. Өзіңмен бірге ештеңе алып шықпа. Көйлектерің, киімдерінің бәрі сиқырлы сандықта болады. Қалаған кезде таяқпен жерді түртіп қалсаң, қасыңнан табылады. Ал енді жылдан кет бұл жерден. Ханшайым сиқыршының бетінен сүйеді де, есек терісін жамылып, ешкім танымайтындай бетін күйе жағып алып, сарайдан шығып кетеді. Ханшайымның жоғалып кетуі үлкен сасанға ұласады. Патша ханшайымның соңынан қууға мыңдаған салт аттылар мен жаяу жауынгерлерді жібереді. Бірақ сиқыршы ханшайымды көрінбей ететіндей қылып тастағандықтан патша шабармандары оны байқамайды. Ақыры амалы таусылған патша оны іздеуді тоқтатады. Ұзақ жол жүріп қарны ашқан ханшайым жолшыбай үйден үйге кіріп, қызметші етіп алуын өтінеді. Есектің жеркенішті терісін жамылған қызды ешкім паналатқысы келмейді. Ақыры ол жүре бір үлкен үйдің жанына келеді. Бұл үйдің қожайыны ұсқынсыз қызды өзіне жұмысқа алмақ болады. Үй иесіне не істеу керектігін сұрағанда, күрке тауықтарға жем беру, қой жаю және шошқаның науасын тазалауды тапсырады. Ханшайымды ас үйге орналастырады. Бірінші күннен бастап-ақ бәрі мұны мазақтай бастайды. Бәрі де біртіндеп бұған бойларын үйретеді. Жұрттың бәрі оны есектің терісі деп атапты. Бір күні бұлақтың қасында отырған ханшайым айнадай жалтыраған судан өз бейнесін көреді.
Жеркеніште есек терісіне қарап шошып кетеді. Өзінің алба-жұлба түрінен қорланған ол есектің терісін лақтырып жіберіп суға күмп береді. Кері қайтқанда қайтадан есек терісін қайта жамылуына тура келеді. Қаншайымның бақытына қарай келесі күні мереке болғандықтан жұмысқа жеккен жоқ. Осы сәтті пайдаланған ол өзінің байлыққа малынған көйлектерінің бірін кимек болады. Қаншайым жерді таяқпен түтіп қалғанда киім-кешек салынған сандық алдына тұра қалады. Ол көгілдір көйлегін алып өз бөлмесіне барып киіне бастайды. Өз-өзін айнадан қарап ғажайып көйлектеріне риза болады. Осыдан ол әр мереке сайын өзінің қымбат көйлектерін киіп сәнденетін болады. Бірақ қошқар мен күркетауық екеуінен басқа ешкім білмейтін. Оны барлығы есек терісін жамылып жүрген соң есек терісі дейтін еді. Бір күні мынандай оқиға болады. Үйде ешкім жоқтығын пайдаланған Қаншайым есек терісін шешіп, өзінің ең сәнді көйлегін киеді. Ол аулаға шыққан кезде аңнан қайтып келе жатқан қожайынның ауласына демалуға тоқтаған жас ханзадамен ұшырасып қалады. Қаншайым өзін танып қоймасын деп зәресі қалмай үйге қарай қашады. Қыздың сұлулығына тамсанған ханзада қожайынның келуін күтіп, одан үйіндегі бейтаныс қыз туралы сұрайды. Қожайын, менің үйімде ондай қыз жоқ, тек есек терісін жамылған ұсқынсыз қыз ғана бар. Ханзада бейтаныс қызға ғашық болып қалады. Тек соны ғана ойлай береді. Ақыры қайғыдан ауырып қалады. Патша мен ханым ұлы не айтса да соны орындауға дайын еді. Ақыры ханзада бұлай деп өтінеді. Сол есек терісін жамылған қыз маған бәліш пісіріп әкеп берсін дейді. Келесі күні бәліш сарайға жеткізіледі. Ханзада оны сүйсініп жей бастағанда бәліштің ісінен Сақина шығады. Сақина Қаншайымның қолынан ұн илеп жатқанда абайсызда түсіп қалған екен. Мейлі, кім болса да осы жүзіктің иесіне үйленемін деп айқайлап жібереді ханзада. Патша әуелі өзінің патшалығындағы барлық ақсүйек қыздарды шақырады. Оларға Сақинаны кигізіп өлшетіп, Сақина ешқайсының саусағына дәл келмейді. Кезек қызметшілерге де келеді. Ақыры жүзікті есек терісін жамылған қыз киіп көргенде оның саусағына қиып қойғандай дәл келеді. Қыз есек терісін шешкен кезде алдарында сәнді көйлек киген айдай арудың сұлулығына сол жерге тұрғандардың барлығы таң қалады. Қыз патша мен ханзадаға өзінің басынан өткенін түгелдей баяндап береді. Патша бұл әңгімені әбден тыңдағаннан кейін ханзада мен қызды үйлендірмек болып шешеді. Ақыры солай болады. Ерекше салтанатпен өтіп жатқан үйлену той үстінде ханзада мен қалыңдық бір-біріне сүйсіне қарап отырады. Есек терісін жамылған қыз осылай өз бақытына қол жеткізеді.